арасында мындай сұрақтар туындап жатыр қазіргі таңда. Қолтума тұлпарлар шеттен келген, яғни импорт дейміз ғой, импорттан келген тұлпарлармен бәсекеге түсе ала ма? Түсе алады ғой, бағы мен бабы тең келсе. Мен Айсұлтанды Чимкенттегі алғашқы іріктеуге қосқам. Ол жерде 3-ші болды. Импорттыңғылармен араласып шапты ол жерде. Тай бәйгенің өзінде 4 рет 1-ші, 1 рет 3-ші орын алды. Биылғы Республикалық бәйге федерациясы ұйымдастырған алғашқы ұшқыр бәйгенің де жеңімпазы Әбдеш Тору да осы Сарыбай би ауылында баптауда. Сол алғашқы қолтумалардың іріктеуінде бас бәйгені жеңіп алған атымыз. Санат Рысқұловтың баптауында дәл қазір қанша ат бар екен және алға қойған мақсаты мен межелеген міндеттері қандай екенін көру үшін арнайы сұхбат ұйымдастыруға жол тартып бара жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті Бәйге Федерациясы парақшасының оқырмандары. Бүгін біз арнайы Алматы облысы Чаңғаны Сарыбай би ауылының ат басын болып отырмыз. Бұл ауылға келудегі бас себебіміз биылғы Талдықорған қаласында 3-ші іріктеуде алғашқы рет қолтума құнандардың жарысы өткен болатын. Осы қолтума құнандардың бәйгесінде жүлделі болған Айсұлтан атты тұлпар дәл осы ауылда бапталуда. Сондай биылғы Республикалық бәйге федерациясы ұйымдастырған алғашқы ұшқыр бәйгенің де жеңімпазы Әбдеш Тору да осы Сарыбай би ауылында баптауда. Осы Тастан Жаныспаевтың осы атақты екі атынан бөлек тағы да қорасында бірнеше аттарын баптап отқан Санат Рысқұловтың баптауында дәл қазір қанша ат бар екен және алға қойған мақсаты мен межелеген міндеттері қандай екенін көру үшін арнайы сұхбат ұйымдастыруға жол тартып бара жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, міне дәл қазір Санат Рысқұлов ағамыздың ат қорасында арнайы ат басын бір кетіп қалды. Дәл қазір Сәкең өзінің аттарын дайындаусын деген жігіттермен ат қорада жүрген көріп қалдық. Енді сұхбатымызды сол Сәкеңмен ат қорада жалғастырайық. Жүріңіздер. Ассалаумағалейкум Сәке. Қалдарыңыз ба? Уағалейкумассалам. Келіңіздер. Кеп қалдық, сіздің ат қораңызға арнайы ат басын бұрып қалдық. Енді сұхбатымызды бастамай тұрып, микрофонды сізге бір іліп жіберейік. Жақсы. Ал Сәкен, бүгін ат қораңызға арнайы ат басын бұрып қалды енді өзіңіз. Енді бұған дейін біз деген үлкен конечныйларға барып, ат қораларға яғни барып аттарды түсіріп жүрміз. Енді кішкентай ғана ат қорадан үлкен бәйгені ұшыртқан тұлпарлар бар екен. Енді бұның өзі үлкен жетістік деп ойлаймыз. Алақандай ауылдан Алатаудай тұлпарлар шығарып отыр екенсіз енді. Тұлпарларыңызды бір танысып өтейік енді. Енді қош келдіңіздер. Бізде Шахристан деген атымыз. Қазір артынан кейін тағы да сыртқа шыға жатармыз. Машалла, кішкентай балалар жұмыс істеп отыр. Иә, бұл команда ғой олар. Болашақ жакей міне, шабандозымыз. Шахристан деген атымыз Россиядан келген. Ресейден өзіміз таңдап алғанбыз. Dark Star деген айғыр. Ставропольский конзаводтың аты ғой. Конзаводтың аты. Керемет. Dark Star деген айғыр. Бәйге дайындық үстінде. Дайындық үстінде Қызылорда чемпионатында топ бәйгеден 4-ші орын жүлдегер. Қай бәйгеге қосуды жоспарда бар биыл? Бұйыртса енді мына жаздың ыстығын өткізіп алып кішкене көзге салқынға қоссам деген ойым бар. Жақсы, керемет. Содан кейін финал ғой бұйыртса. Финалға жолдама алған. Финалға жолдамамыз бар енді, Құдай қаласа сол финалда чемпионат бас бәйгені алсақ деген арманымыз ғой. Өзіміздің Әбдеш Торымыз. Биыл ұшқыр бәйгенің алғашқы жеңімпазы. Алғашқы жеңімпазы Қызылордада 2-ші орын болды. Сол бұйыртса тағы да дайындалып жатырмыз енді. Әбдеш Торының жасы нешеде? Жасы 7-де. 7-де. Бұның жаңа тегі қандай? Бұл өзі таза американец, Америкадан келген. Бақтияр деген бауырымыз алып келіп, ол кісі 3 жасында 2 рет дерби ұтты. Гладкий скачкадан, яғни ұшқыр бәйгеден 2 рет ұтқан Алматинский дерби, және Астананың елордамыздың дербиін ұтты.
енді бізде мындай бір сыбыстар шығып отыр, осы санат осы әбдешті орнына биелерге қосып осылардан бір жақсы қолын алсам деген ниетте екен деп. Жалпы бұны биеге қостыңыз ба? Қостық. Қостыңыз ба? Негізі қостық. Бір осы биыл қашырып алдық биелерімізді. Негізі бұны сол айғырлыққа деп алғанбыз ғой өзіміз. Сол аяқ қолы бәрі сау болғаннан кейін сол делебеміз қозып ат дайындап соны көрекші деп бәйгеден көрекші енді. Ұшқыр бәйгеден чемпион ғой, енді бәйгеден қалай болар екен деп ниеттеп дайындаған. Келесі жылы бұйыртса осы әбдештордың құлдар түседі бұйыртса. Көріп қалыңыз мүмкін әбден бе? Әбден мүмкін. Яғни сіз қолтумамен айналысуды қолға алып жатсыз ғой қазір, иә? Қазір енді Тастан ағамыз екеуміз қолтумамен айналысып. Қолтумамен айналысып жатқандарыңыз енді біз көріп жатырмыз. Мысалға Талдықорғанда өткен 3-ші іріктеу кезеңінде сіздердің Айсұлтан атты тұлпарларыңыз, яғни құнандарыңыз бірінші орын алды осы бәйгені жеңіп. Енді сол жалпы енді елдің арасында мынандай сұрақтар туындап жатыр қазіргі таңда. Жалпы қолтума тұлпарлар шеттен келген, яғни импорт дейміз ғой, импорттан келген тұлпарлармен бақтала сала ма? Бәсекеге түсе ала ма? Салады ғой, бағы мен бабы тең келсе. Мен Айсұлтанды Чимкенттегі алғашқы іріктеуге қосқам. Ол жерде 3-ші болды. 3-ші орын болды. Сол импортныйлармен араласып шаптық ол жерде. Содан сол жерде 3-ші орын алған. Содан кейін Алматыда жеңіс күніне 80 жылдығына ат шапты ғой, бәйгі болды. Сол жерде Құнаннан 3-ші орын алды. Ол жерде де жаңағы импортный шетелден келген құнандар бәрі араласып шақты. Жалпы биылғы бәйге маусымы Айсұлтан жаман бастаған жоқ дейсіз? Жаман бастаған жоқ. Қосылған бәйгеде. Жалпы өзі былтыр тай бәйгенің өзінде 4 рет бірінші, 1 рет 3-ші орын алған. Былтыр 5 рет қосылған тай кезінде. Қолтума. Керемет. Енді ол Айсұлтанның тегі қайдан шыққан? Тегі әкесі де, шешесі де украинский линия дейміз ғой, происхождениядан. Шешесі Аландидің қызы, Аланди Галилео. Седлар болса. Ал әкесі Гасанның баласы еді. Гасан Суздаль болады. Суздаль всероссийский дерби ғой. Дербис. Керемет. Тегі. Жалпы енді мен жаңа қойып отқан сұрағым мақсат мынандай ғой. Қолтума құнанды бапкер дұрыс баптай алса, ол шетелден келген аттарға қарсы тұра алады деген түсінік бар ғой жалпы. Біздің қолтумалар біздің табиғатымызға бәріне бейім ғой. Дайындағанға ыңғайлы болады. Ыстық суыққа да. Ыстық суыққа да шыдамды. Мына біздің жерге дорожка деп атамыз, круг. Соған бәріне жер таңдамай шабамыз ғой енді қолтумаларына. Енді бұйырса 21-ші маусымда өзіңіз естіп жүрсіз, Жолан ағамыз еске алуға арналған бәйге өтейіндер тұр. Соған Айсұлтанды қосу ниет бар ма? Жоқ, Айсұлтанды қазір көкке жіберіп кішкене демалдырып алдық. Себебі 3 үлкен бәйгеде шапты да. Сонымен Құнанды күзде чемпионаттың финалына және тағы да бір үлкен бәйгелер шығып қалар деп соған сақтап қойдық. Кішкене көкке жіберіп қойдық. Жалпы енді бір тұлпарды бір бәйге маусымда, яғни бір сезон дейміз ғой. Бәйгеге қанша рет қосқан дұрыс? Ыңғай келсе сол бір 4-5 рет қосқан дұрыс болады ғой. Себебі оның аламанға деген әлі болашақ өсіп атқан чемпион ғой. Ол қолтумадан да чемпион шығу керек. Жұмыртұяқ сияқты, атақты өзіміз жұмыртұяқ сияқты сондай чемпиондар шығу керек. Соны солай күтіп бағу үшін жылына сол бір 3-4 бәйге, 5 бәйгеден көрсетіп қойып ақырын. Ең көбі 5 бәйге. Ең көбі 5 бәйге. Жақсы, керемет. Басқа тұлпарларыңыздан танысайық енді. Мына байтал Франциядан келген байтал, француз байтал. Прими. Сол әлі қосылған жоқ, осы ұшқыр бәйгеге қосылған. Сол енді ұшқыр бәйгеден шешіп алып, енді қазір мына аламан бәйгеге қойып отырмыз. Бұйыртса күзде күн салқынға деп, күзге деп ойлап отырмыз. Жақсы, керемет. Биыл келді ма бұл? Былтыр келген. Былтыр Құнанында Гладкийдан екінші келген Құнан бәйгесінде. Соң кейін биыл Оксқа қосамыз ба деп, ол Окс ана 3 жасарлар ғой. 3 жасар айғырлар дербиге, байталдар Окске шығып отыр. Сол Окске қоссақ па деп еді. Сол кішкене бабы келмей, ана секундомерге үлгермей, сонымен
шешіп алып қазір енді аламан бәйге қалдырып отырмыз. Бірінші топ бәйге шабады ғой. Жалпы секундтың өзі маңызды дейсіз ғой ол бәйге. Иә, ұшқыр бәйгеде секундтың өзі маңызды ғой. Керемет. Адиат деген ат, 4 жасар айғыр, Германиядан келген. Происхождениесі, сүйегі бәрі жақсы, сол оны атып алдық осы атты. Айғырлық қалдыңыздар ма? Жоқ, бәйгеде болды. Бәйге. Енді болашақта айғырлыққа деп қанына қарап, сол айғырлыққа бізге осы аламан бәйге беретін происхождениялар болды ішінде. Бұйырса осы. Жақсы. Күзде бір чемпионаттың іріктеуінде көріп қалармыз. Бақ сынаймыз дейсіз. Бақ сынаймыз, иә. Жақсы. Енді елдің көбісі жаңағы Айсұлтан қайда екен деген сұрақ туындайды ғой қазір. Қазір Айсұлтанды шығарамыз. Айсұлтанды көреміз. Жақсы. Талары қалды. Сәке енді мынау бір бәйгенің, яғни жеңістің артында бір ғана бапкердің еңбегі жатыр деп ойласақ ол дұрыс па, қалай ойлайсыз? Жоқ, ол енді бір бапкер ешқандай жетісе бермейді ғой атқа. Бір адам асып кетсе 2 аттайын дейді. Сол бір бапкердің шамасы 2 атқа жетеді. Сондықтан да осы жерде аттардың шауып атқан барлығының еңбегі осы балалардың еңбегі ғой, командалық жұмыс қой. Командалық жұмыс. Бұл жерде яғни коних балаларға, атқосшы дейміз қазір. Атқосшы балаларымыз бар. Басқа да балалардың еңбегі ұшан теңіз дейсіз. Иә. Бәрінің еңбектері көп. Кіре салғанда көрдік сіздің қораңызда еңбегі. Былайша айтқанда мектеп оқушылары дейміз, кішкентай баланың өздері 5 жасар. 5 жасар. 5 жасар балалар, Али деген батырымыз. О, керемет. Бұйырса. Біз келген кезде шабандоз қылып дайындап отырмыз. Атты тарап сүртіп жүресіз. Керемет. Осындай балалардан болашақ хамзалар шығады дейсіз ғой. Енді өзіңіз енді айтып отырсыз команданың еңбегі деп. Командаңызбен бір таныс өтейік, енді сырттан қалып қалмасын. Бұл жігіттер енді көбінесе еңбегін бағаланбай жатады. Әрине. Конихтар, орысша айтқанда коних, қазақша атқосшы. Атқосшы балаларыңызбен бір таныс өтейік. Өзіңіз шақырып таныстырып жүрсеңіз. Нұрбек деген балам, өзімде баяғыда кішкентай кезінде жакей болған, талай атымызбен бас бәйгелерді ұтқан. Нұрбек. Айсұлтан шабандозымыздың туған ағасы ғой. Саматұлы Нұрбек. Айсұлтан, Арнұр бәрі. Арнұр бәрі ағайын. Отбасылық, отбасылық кәсіп дейсің ғой. Керемет. Сол кішкентайынан әйтеуір жанымда өсіп жүріп, міне қазір өзіме көмекші, қолғанат. Содан кейін Нұрасыл деген баламыз. Нұрасыл келе ғой. Бұл да осы. Ауылда осы мектепте оқып жүріп, бір жағынан сабағын оқиды, бір жағынан атын дайындап, тіршіліктері ғой. Құры уақытын бос кетірмей, ұлттық құндылығымызды өстіп. Осы балалар ғой біздің артымыздан алып кететінші. Менің жеңісім артында тұрған осы жігіттер дейсіз ғой? Иә, әрине. Содан кейін Мирас деген баламыз. Бұл қазір шабандоз қылып үйретіп жатырмыз. Бұйыртса дайындап жатырмыз. Шабандоз болады бұйыртса. Биылға шапты ма, енді шабамыз? Шауып жатыр. Әлі мынандай сынақ бәйгелерге шауып жүр. Керемет. Мирас қай жақтың жігіті? Осы ауылдың? Осы ауылдың. Мен сыныптасымның баласы, бұлайша өзім ұлым ғой. Тәрбие, осы атқа тәрбиелеп, бұйырса атқа шаптырайық деп жатырмыз. Одан Сапар деген баламыз бар. Көршім осы ауылдікі. Сол өзде атқа, кішкентайынан атқа мініп жүрген. Қазір салмағы өсіп баратыр. Сол қазір шауып жүр. Өткенде Бақанаста 4-ші орын алып келді. Шауып жүр. Жаңа Айсұлтанның, Әбдешті орының, басқа да жаңа аттардың жеңіске жетуіне осы жігіттердің үлкен еңбегі бар дейсіз ғой. Үлкен еңбегі бар. Таңертең мысалы 5-те тұрып келеді. Таңертең 5-тен бастап ат мінеміз. Кешке дейін осы аттың жанында ғой. Кешке бәрін су шөбін жем беріп, сонымен үйлеріне қайтады. Таңертең 5-те осы жерде. Қарап отырсақ, бәрі мектеп оқушылары сияқты, мектеп жастары. Сабаққа ат баптау, аттың жанында жүру кері әсерін тигізбей ме, қалай? Кері әсерін тигізбейді. Сабақ уақытысында таңертең ерте келеді да. Сағат 7-7:30-ға дейін аттарын жөндеп, үйлеріне қайтып кетеді. Барып сабақтарына барып келеді да. Кешкі жақынға келеді. Бәрі осы ауылдың азаматтары. Бәрі осы ауылдың азаматтары. Керемет. Өзіңіздің шәкірттеріңіз басқанда. Иә.
бұйыртса. ат аяғын тай басар дейсіз ғой. Бұйыртса. Осы біздің ата бабамыздың осы тастап кеткен қазынасы ғой бұл бізге. Соны жоғалтып алмай, қазір көп балалар телефонға, жаңа PlayStation'дарға, көптік мынандай ойындарға кіріп атады. Оған қарағанда өзіміздің ұлттық құндылығымызды, ат баптауымызды үйреніп, ары қарай осы балалар ғой алып жүретін. Телефонға телміргенше тұлпардың тізгінін тартқан дұрыс дейсіз. Әрине. Керемет. Ана айтады ғой, уайым, депрессия 3 жолда қалады деп. Сол ат сапардың жолында, сұлудың қойында, аттың жалында деп. Сол сияқты бұл балаларда депрессия болмайды ғой, аттың жалындан тартқан еді. Жалпы енді жігіттердің өздерің болашақ мақсаттарың қандай енді? Ағаларың жанын үрісіңдер. Ортаға ұстай берейін. Болашақ мақсаттарың қандай енді? Екі жігіттен сұрайықшы. Бұйырса, осы Самат Рысқұлов ағамыз сияқты жақсы бапкер болып, аттардың үлкен бәйгелерде осы кісінің шәкірті болып көрінеміз. Бұйырса, тренер болуға, ат баптап осы ұлттық дәстүрімізді дамытуға. Керемет. Ал сен неше? Қандай мақсат бар? Менде де сондай тренер болуы мүмкін. Яғни ат бегілікпен аттың шығасам деген мақсат қой. Иә. Енді өз замандастарыңа қандай кеңес берер едіңдер жан? Атқа мінсін деп. Атқа мінсін, телефонға телміргенше атқа көбірек мінбейсің ғой қазір жігіттер. Жақсы, енді шабандоздық карьерасын ең бастап Мирас бауырымызға сұрақ қояйықшы. Мирас, енді карьераңды шабандоздық жолды енді бастырасың. Сен қандай жетістікке жеткің келеді өзің? Осы жақын арада автокөлік ұтсам деп ойлаймын. Биылдыққа, иә? Иә. Керемет. Арманы керемет. Міне тағы да бар біздің атқосшы жігіт. Енді шабандоздық карьерам кетіп баратыр деп енді мұңайым итесің. Алға қандай қойған мақсатың бар енді? Осы Санат аға сияқты тренер боламын. Жалпы қай аттарды дайындап отырсың сен қазір таңда? Айсұлтанды, сол тайлар дайындап отырмын. Айсұлтанның мінезі қалай өзі? Жақсы, жұп-жуас. Жуас па? Бірақ қытымыр мінезі жоқ па? Жоқ, ондай жоқ. Адам баласына қалай? Айсұлтан жақындығы. Иә. Керемет па? Иә. Жуас, иә? Иә. Жақсы, керемет. Енді осындай жігіттер енді біздің еліміздің болашағы ғой. Сізге осындай артыңызда шәкірт дайындап отқан сізге мың алғыс айтамыз енді, Алла разы болсын. Рахмет. Жаңа өзіңіз айттыңыз, Айсұлтанмен танысайық деп. Онда сыртқа шығып Айсұлтанмен танысайық. Жақсы жігіттер, рахмет, еңбектеріңіздің жемісін көріңдер. Сәке, енді биылғы қолтұма құнандар алғашқы жеңімпаз Айсұлтанды сыртқа шығардыңыз, Айсұлтанмен бір танысып, өзіңіз жақсылап төртісін тегін атап өтсеңіз келе ғой. Айсұлтан осы, бұл өзі сабырлы осындай. Сол осы жаңағы Шымкенттен, биылдыққа Шымкенттегі іріктеуден бастадық қой. Сол 3 үлкен бәйгеде шапты. Сол алғашқы қолтумалардың іріктеуінде бас бәйгені жеңіп алған атымыз. Енді Айсұлтанның шабандоз Айсұлтан, не? Саматұлы Айсұлтан. Елдің көзі сұрайды осы. Сол Айсұлтанның құрметіне қойылды ма деп? Жоқ, ол Айсұлтан әлі кішкентай болып тұрды да. Содан кейін бұнда жаңағы бұрынғы иесі, кім, Мансұр деген бауырымыз өзі Айсұлтан деп қойыпты. Содан біз сатып алдық та. Қолтумаға тай кезінде өзіміз сатып алып, сонымен аты солай Айсұлтан қылып ауыстырмай, солай шауып жүрген. Сәйкестік болды осы, шабандоз Айсұлтан екеуінде сәйкестік болды. Жаңа айтып отырсыз, қолтума болса да, шеттен келген импорт құнандармен теке тіресіп, жеңіске ұмтылады. Бірнеше орындарды алды. Шымкентте 3-ші орын алды, Қызылордада деген сияқты. Талдықорғанда жаңа бірінші іріктеу кезеңінде құнандардың алғашқы іріктеуінде қолтума құнандардың бірінші орнында келді. Енді біз естіп жатырмыз, өзіңіз де айттыңыз бір сөзіңізде, мен қолтумаларға көбірек көңіл бөліп жатырмыз. Тастанаға екеуміз. Қолтумаға көбірек көңіл бөліп жатырмыз. Сол үшін әбдеш тордың да құлын алып
жоспарда бар деп айттыңыз. Мгм. Енді одан бөлек, мынау Айсұлтаннан бөлек тағы қандай қолтумаларыңыз бар? Айсұлтаннан бөлек қазір қолтума, паспорт пен құжатпен 4 тайымыз бар. Қазір дайындық үстінде. Биылдыққа 1-2 бәйгеден қосып алсақ деген ойымыз бар. Кеше Құрбан айттың құрметіне Қордай ауданында үлкен ат шауып бәйге болды. Сол жерде 5-ші орын алған бір тайымыз бар. Сол жүзі тайларды қосып бастадық мына қазір. Ол тайларды өздеріңіздің айғырларыңыздан өздеріңіз биелеріңіз? Өзіміздің биелерден түскен. Бірақ біз айғырды жаңағы атақты айғырлардан барып қашыртып келеміз. Осы Қазақстанда? Қазақстандағы. Мысалы, Орасидан қашыртып алған біз сондайлық Қарабай жылқы фермасында Кандора деген Америкадан келген айғыр бар. Қаны жақсы. Біздің әбдеш торымен туысып келеді. Медаль Диорадан, аржағы Ипиинди. Сол аталас болып туысып келеді. Сондықтан сол айғырға да қашырдық. Содан кейін Мид Чипс деген кім Дамир ағамыздың айғырынан қашырдық. Сондай атақты айғырлардан қашырып жүреміз. Биелердің бәрі өзіміздің. Биенің бәрі өзіміздің. Енді жалпы есептесек 4-5 тай бар, қазір? 4-5 қолтума тай бар. Сататындары арасында сатылып кеткен. Сол бір 15 биенің ішінде 15-дей биеміз бар. Солардан құлын алып, қолтуманы көтеріп атымыз, Тастан ағамыз екеуміз. Қолтумаға болашақта сұраныс көбейеді дейсіз ғой? Сұраныс көбейеді. Енді ақшаны шетелге барып құя бергенше, шетелден атала бергенше, сол қолтумамызды да дамытайық деп. Қазір мына чемпионаттарда қолтумаларын дамытып жатыр ғой. Қолтумаға жеке бәйге жасап, қолтумаға енді сол жаңағы не береді деп жатыр ғой, субсидия беріледі деп. Соған өзіміз ыңғайланып нетіп жатырмыз. Жақсы. Енді қолтума жаңа өзіңіз айтып жатсыз, 4-5 тайымыз бар деп. Келесі жылы Құнанға қосу ниетте бар. Ниетте бар. Жақсы, керемет. Енді жаңа сіздің сөзіңіздің жаныңы бар, жаңағы ат сатып алып, ақшаны шетелге құйғанша өзіміздің қолтуманы дамытайық деген. Жаңа ұсынысыңыз өте керемет. Енді бірақ бізде жаңа қан араластыру деген бар, қан жаңарту деген бар. Сондай мақсатта ғана айғырлар әкелсе дейсіз ғой, сондай? Иә, сондай мақсатта ғана. Бірақ енді қазір көп айғырлар келді ғой бізде, Қазақстанға келіп те жатыр. Сондай айғырларға мына бізде биелердің көбісі селекцияда. Ол селекция, осы қолтуманың өзі селекция процесінен басталып, қызық қой бұл процестің өзі. Соны қашыру, оны селекция қуалау, оның сочетаниясы деп айтып жатамыз жаңағы генетикалық тілде. Соны сочетания болу керек, сүйегін, ана айғыр мен мына биенің сүйегі сәйкестігін келтіріп барып, сол айғыр қашырып, содан қолтума алып, оның жаңағы құлын кезінен бастап көтеріп, соның витаминін беріп, неше түрлі дәрумендер беріп, уақытылы вакцинациясын жасап барып, осы бәйгелерге шығарып, соның жемісін жеу деген ол үлкен жетістік қой. Жұмыс қой, жылда жасайтын жұмыс. Былайша айтқанда бір шетінен үлкен жұмыс, одан кейін екінші шетін айтқанда ғылым деп айтуға келіп тұр. Иә. Өйткені өзіңіз айтыңыз, айғыр мен биені жаңа бір-біріне сәйкес келуі, одан түскен құлынның жаңа былайша айтқанда адам болып кетуі деген күтімі, оның бәрі былайша айтқанда баладан да жоғары болып тұр күтімі. Соны жақсы күте білсең, жаңа витамин жақсы бере білсең, осы Айсұлтан сияқты жақсы тұлпарлар шығады дейсіз ғой. Ыңғай келсе сол биелерден жаңағы стайерский линиялар деп айтып жатамыз ғой, жаңа стайер, спринтер, майлер деп бөлінеді. Сол стайер линиядағы айғырлардан, жаңа биелерден, стайер биелерден ыңғай келсе майлер, спринтер айғырлар қосып, сол қолтума алып жатамыз. Біреуі жылдамдық берсе, біреуі шыдамдылық беріп жатады. Жақсы.
жаңа өзіңіз айтып жатсыз, қолтумаға ден қойып жатырмыз деп. Қолтума тайларыңыз бұл? Қолтума тайларымыз. Мынау алтын құс деген қолтума тайымыз. Шешесі стрит покер деген прогресс кон заводының производителі бар. Стрит покер деген айғыр. Соның қызы. Осы тайдың шешесі стрит покердің қызы. Әкесі супер спринтерскийді отқан. Сол Россияда бір айғыр бар. Содан қашыртылған. Сол өзіміздің қолтума паспорт құжаты алынған. Өткенде Қордайда бірінші шабысында 5 келген, 38 тайдың ішінде 5 келген тайымыз осы тай. Өзіңіздің биіңіздің құлындары? Өзіміздің биеміздің. Керемет. Төртеуі де өздеріңіз биелеріңіз? Иә, осы жерде. Шеттен келмеген? Шеттен келмеген. Өзіңіз? Осында Тастан ағамның қорасында, конюшнейінде. Сол жерде биелерді ұстаймыз. Бәйге дайындалатын аттар осы жақта ұстап отырмыз. Жақсы. Енді жаңа айтып отырсыз өзіңіз. Жаңа баптау бар, дәрумен бар, витамин беру бар. Сіз бұның жолын қайдан үйрендіңіз? Сыр бар, секрет болмасы ғой. Құпия болмасы. Жоқ, құпия ештеңесі жоқ. Оның бәрі өмірлік тәжірибемен келеді ғой. Біз бұрында 2008 жылдан бастап осы Нұрлан Оразович деген марқұм ағамыз болған. Ол кісі қайтыс болып кетті. Сол кісінің демеуші болып, спонсор дейміз ғой. Сол кісі Жастау жылқы заводын құрып, осы Қазақстанда қолтумаларды шығарамын деп, Жастау жылқы заводын ашқан. Сол жерде жұмыс істедік. Әкем директор болып, мен тренер болып жұмыс жасадым. Селекцияны, сол заводской кормление, заводской уход деп жатамыз. Соның бәрін сондай заводтарды аралап жүріп, үйреніп, тәжірибе алып, енді міне соны қазір жемісін жеп жатырмыз ғой. Жақсы. Енді бізде қазір көп елдер сұрауға айтып жатыр осы қолтума құнандарға енді биыл қатты ден қойып жатыр ғой, көңіл бөліп. Қолтума құнандардың жаңа документ, құжаттары, паспортын жасату қиын екен деп жатыр. Сол қаншалықты рас? Қиын ештеңесі жоқ. Жаңағы әкесінің, шешесінің экспертный сертификатын алдырғанбыз біз. Себебі біздің өзімізде кониферма әбдеш деген неміз бар. Конифермамыз бар. Соған аттарымыздың бәрін тіркеп жатырмыз. Осы қолтума шығару үшін жаңа шетелден әке-шешесі келген, солардың экспертный сертификатын алып жатырмыз. Экспертный сертификаты ол уже тікелей өзіміздің атымызға алады. Происхождениесі дейді ғой. Аттың ата тегі жаңағы паспортына жазылады. Содан кейін Тоқа бауырымызды шақырдық, осы Алматы облысының жылқы жаңағы заводының өкілі. Сол кісіні шақырттық, келді, аттың орайына қарайды. Жаңағы қасқасы аяғының ақтығына, сонына жалынан ДНК сынамасын алды, жұлып алады. Әкесінен де, я болмаса шешесінен де алады. Что бұл шынымен де бұл қолтума ма деген жаңағы әке мен шешеден алып сынама алу үшін дәлел ретінде. Соны алып Чехияға жіберді. Бас аяғы 70 күнде құжаттарын алдық қой. Дайын қазір? Дайын. Бәрін құжаттары? Барлық дайындар. Дайын құжат. Құжаттар енді құжат жасату бағасы қолжетімді ма? Қолжетімдік. Бұрындары 120 мың, 105 мың болатын. Қазір енді сол федерацияның жаңа басшыларымен бәрі ақылдаса отырып, осы паспортизацияны, жылқыны осы қолдау ретінде, құжаттауын қолдау ретінде, сол көмек ретінде болсын жаңағы 45 мыңға түсірді ғой. 45 мың теңгеден жасаттық әрбір жылқыға. Қолжетімді екен, е? Иә, қолжетімді ғой, қатты қымбат емес. Бұрынғы бір аттың ақшасына қазір екі аттың документін жасатып алады. Керемет. Жақсы. Жетектей бер. Мына жерде жаңағы көк тайымыз жүр. Ол атақты Бұйражалдың інісі. Байғасыр деген тайымыз. Қолтума құжаты бар. Атақты Бұйражалдың інісі, шешесі жағынан. Шешелері бір Регатта деген биеміз, сол ағамызда. Жылқының басы ғой, гнездовая матка деп айтып жатады. Оның гимннің қызы
шешесі Суздальдың қызы болады. Бұның әкесі жаңа Мит Чипс деген айғырымыз. Бұл атақты жаңағы Секенай ағамыздың Дафиниш деген айғырының баласы. Көптеген үлкен бәйгелерде бас бәйгені ұтып жүрген Дафиниш деген айғырдың баласы. Шешесі өзімізде бие болып жүр, Дружная фея деген биеміз. Украинский происхождение. Қаны өте жағары, жақсы бие. Сол Бұл тайларға да күнделік жұмыс бересіздер ме? күнделікті жұмыс арасында демалып тұрамыз. Бұл да бала сияқты ғой. Көп қинағанды ұнатпайды. Сол арасында жақсырақ жұмысын беріп қоямыз. Арасында демалдырып аламыз. Көкке жіберіп аламыз. Енді анау кейбір елдер айтып жатады ғой, жүйріктен жүйрік алғың келсе, жаңа енесі жағына, шешесі жағына қарайды. Сіздер қай жағына қарайсыздар? Көбінесе шешесі жағына қарайды. Шешесі жағына. Алып анадан туады деп жатады. Жігіттің жақсы нағашыдан деген сияқты. Иә. Жігіттің жақсысы нағашыдан деп жатады. Жылқының жүйрігі нағашыдан болып тұр ғой. Жақсы. Қазір теңіз деген тайымыз келеді. Бұл жетектей. Тай, Бұл да тай. Бұл теңіз деген тайымыз. Жаңа сіз шешеден деп сұрақ қойып жатсыз ғой, жаңағы алып анадан туам ма деп. Сол жаңағы байғасырымыз бар. Осы теңіз, бұның аты теңіз. Бұлардың шешелері жүйрік беріп тұр да. Өздері де шапқан, және тұқымы да сол шешелерінен жүгіртіп тұрады. Бұл Труда деген атақ, бұрында осы бір 2017-лерде Труда деген биеміз жақсы жүгірген. 3 мәшіне отты, Қазақстан чемпионатында 5-ші орын алған сол биенің баласы. Әкесі Мираклюм деген айғыр, үңгірлі конифермадан айғыры. Сол жерден барып қашыртып алғанбыз. Мираклюмнан ол 2023-тің лучший производитель года номинациясын алған жаңағы Мираклюм деген айғыр. Жеңіп алған дейсіз ғой? Иә, жүлдесін алған. Ала ғой, молодец. Сондай болады, ала бер. Атақты Шахристан. Шахристан. 4 жасар. Россияда жылқы заводтан, Ставропольский кон заводтан алған атымыз. Сол екінші іріктеуде Қызылорда қаласында 4-ші орын алды топ бәйгеден. Бағана таныстырып өткенде. Сол бұйыртса финалға деп ойлап отырмыз. Жолдамалдық ең басты. Жолдамалдық ең басты. Енді финалда бақ сынасақ. Бәйгелі болсын. Рахмет. Аумин. Сәкен үйіңізге кіріп, сертификаттарыңызды көріп, кәдімгі қуанып жатырмыз. Биылғы Республикалық бәйге федерациясының ұйымдастырған бір кезеңнің үшеуінде де жүлделі орындардан көрген екенсіз. Үлкен жетістік ғой енді биылғы алғашқы маусымға. Енді өзіңіз сол таныстырып өтсеңіз, қай жылқымен қандай бәйге ұттыңыз мына жерде? Енді бұл жерде мынау шұқыр бәйгемен алғашқы, сол әбдеш торымен ұтқан кезіміз. Шымкентте бірінші іріктеуде. Мынау сол Айсұлтанның 3-ші келген, Шымкентте 3-ші келген. Құнан бәйге. Құнан бәйге. Одан кейін Қызылорда қаласындағы 2-ші іріктеуде әбдеш торының ұтқаны 2-ші келіп. 2-ші келді. Шахристанның 4-ші келгендегісі. Қызылордаға. Топ бәйгені. Бұл сертификат бұл 80 жаңағы жеңіс күнінің 80 жылдығына арналған. Алматы қаласында өткен. Бұл Айсұлтанның жеңі. Айсұлтанның жеңі. 3-ші орын. Әрине, Талдықорғанда 3-ші іріктеудегі қолтума құнандардың бас бәйгесі. Биылғы Айсұлтанның сонда 3 жүлдесі бар. 3 жүлдесі бар. Қолтуманың өзінің 3 жүлдесі бар. Ama kubuklarımız ne bulup dururuz? Bu kubuk Екібастұз қаласының
60 жылдығында бір Багира деген құданың бірінші келіп ұтқан. Айсұлтан ұтқан. Салауат деген атым бар, сол ұтып берген. Астана қаласында мәжіліс депутаттарына 30 жылына ат шауып, сол жерде екінші орын алып. Ал жоғары жақтағы медальдарды көріп отырсыз, ұлдарыңыздың медальдары қойып ме? Інім спортсмен, сол інімнің жеңген жеңістері. Мынау аттардікі, екеуін екі жаққа бөліп. Екеуміз екі жақтан жарысамыз. Екі жақтан жарысамыз. Енді тағы да бір сұрақты болмайды, елдің бәрі осы қойды. Былтырғы бәйгеде, Талдықорғанда өткен бәйгеде жұмыр тұяқты оза шапқан самұрықты да сіз баптадыңыз ғой? Жоқ, самұрықты Ринат деген бауырымыз дайындаған. Ринат бауыр дайындаған. Самұрық қайда екен деген сұрақты болмайды. Самұрықты қазір биыл 1-2 биелерге салып алдық. Жаңағындай импортный биелерге салдық та, спринтер биелерге салдық. Содан кейін ағамыз, Серік деген ағамызға сый құрмет ретінде подарка берді. Келесі жылы самұрықтан қолын түседі. Самұрықтан да қолын түседі. Биылға самұрықтан бір баласы бар, бір тайымыз бар. Келесі жылы құланға шабуы мүмкін дейсіз ғой? Оны асықпай кейін. Асықпай. Ол да өздеріңізде ме қазір? Өзімізде аламанға шығарып шабайын. Сәкен, бүгінгі біздің сұхбатымызға уақыт бөліп Тұра тұр, мешайнектен сөйле басын аға, бұлай тұр. Сәкен, бүгінгі сұхбатымызға уақыт бөліп бізді осындай өзіңіздің жеңістеріңізбен таныстырғаныңызға, жылқыларыңызбен таныстырғаныңызға мың алғыс. Алдағы бәйгелерде тек қана жеңіс тілейміз. Ақтық мәреде қолтума құнандарыңыз болсын, басқа да тұлпарларыңыз болсын, алдыңғы орындардан көруге тілектеспіз. Тек қана жеңісті күндер жоққанша дегенде рахмет сізге. Рахмет сіздерге де.